Кеш жарық, құрметті қазақ елі. Мына интернет жүйесінде домбыраны харам деп жүргені бар. Соған орай қазақ бабаларымыз айтатын, қазақ емес, домбыра қазақ деп. Домбыра деген ол қазақтың жаны, қазақтың мұңында басатын, қайғысында басатын, рухында көтеретін, емдейтін деп осы домбыра емес пе? Домбыра туралы хадистарда да көрсетілген. Сонда айтылған домбыраның халал екен. Онда мына үзіндіні көріңіздер. Сол кісіге жетсін үзінді. Көңілсізсің, сырқаттандың ба деп сұрағанда, Әбу Нәсір, қолымнан түспеген домбырамды ойнауды тастадым, себебі бірінші ұстазым айтты, музыка харам деп. Сонда екінші ұстазы, Алланың ғылымы шексіз, сені бірінші ұстазың сынап білімге тартқан ғой, сен түсінбедің оны. Неге музыка туралы хадис оқымадың дейді. Сенің домбыраң таза табиғи заттардан жасалған, бір темір жоқ, ол халал аспап. Сенің ойнаған әуендерің адам жанын үйіріп алып, тура жолға салат, емдейді. 62 тамырын тазалап, жанға қуаныш, жақсылық, сенімділік, иман мен сабырлық әкеледі деген кезде, абыр-сабырда Әбу Нәсір жүгіріп барып домбырасын әкеліп сипап, шерте бастағанда, оның домбырасының жұрты жұмыстарын тоқтатып, тәтті әуенге бойларын беріп, рахатқа батады. Музыка өнерінің құпиясы кітабынан үзінді. Авторы Ешмағамбетов Бауыржан Сатыбалдыұлы.